Армысыз YouTube көрермен. Ағзаны шлак токсиндерден тазартып тұру керек дегенді жиі естіген боларсыз. Ендеше біз дайындаған материалдарды соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк басып, пайдалы ақпараттармен бөлісе отырыңыздар. Ағзамызды артық шлактардан, токсиндерден тазарта аламыз. Қуантарлығы. Ауру асқынбасын десеңіз, бүкіл организмді осы токсиндерден тазартып отыру керек. Токсин дегеніміз ол у. Токсинді шығару үшін адам әрекеттену керек. Ағза негізінде бұл токсиндерді шығаруға өзінің де қауқары жетеді. Бірақ жылдар өте келе, адамның организмі сәл қартая бастаған кезде оны токсиндерден тазалап тұрған жөн. Мысалы, біз жиі сөз ететін органдар: асқазан, ішек жолдары, өт, бауыр, тері нағыз токсиндердің жиналатын жері. Яғни осы органдар біздің ағзамызды үнемі шлактардан тазалап отыруға көмектесетін органдар. Ағзада токсиндердің бар екенін қайдан білеміз? Кейде қараптан қарап бас ауыратын кез болады. Қанша ұйықтасаңыз да ұйқы қанбай, не шашыңыз түсіп, тері бүлінетін кез көп кездеседі. Мұның бәрі токсиннің көп екенін білдіреді дейді кейбір дәрігерлер. Сонымен қатар мына белгілер де ағзада токсин көп екенін білдіртеді. Біріншісі ол буыныңыздың қақсап ауруы, тәбетіңіздің болмауы, асқазаныңызда ауырлық сезімінің пайда болуы және үнемі шөлдеп тұру, сондай-ақ ағзаңыздан, аузыңыздан жағымсыз иістің шығуы, қолтықтан жағымсыз иістің шығуы бірінші кезекте ағзамыздың шлак токсинге толып қалғандығын білдіреді. Шлак пен улы зат ағзаға жиналады. Мәселен, бауыр, бүйрек, ішек және қан тамырлардағы жиналған шлакты мына әдіспен тазалауға болады. Ішекті тазалау үшін бір стакан салқын суды ыдысқа құйып, оған бір шай қасық зығыр дәнін салып отқа қоясыз. Қайнауға жақындағанда оттан алып сүзесіз. Дайын болған емдік сусынды ұйқыға жатар алдында ішкен жөн. Зығыр сүтінің де ішекті тазалайтын қасиеті бар. Зығыр деп отқанымыз бұл орысша айтқанда лен, оны көптеген аптекалардан табуға болады. Яғни қолжетімді өнім, бағасы да қымбат тұрмайды. Бауырды да шлак токсиндерден тазалап тұрған жөн. Себебі бауыр біздің фильтріміз. Бауырды тазалауда бізде алатікен деген шөп қатты көмегін тигізеді. Ол орысша айтқанда расторопша аптекалардың сатылымда тұр. Ол үшін бір шай қасық шөпті бір стакан суға араластырып отқа қоясыз. 3-4 минуттай қайнаған соң оттан алып сүзіп аласыз. Дайын болған тұнбаны түскі тамақтан соң 1 сағаттан кейін ішесіз. Емді бір ас қасықтан қабылдау керек. Сондай-ақ қан тамырымызды тазалау үшін де бізге мынандай схеманы пайдаланып көрсеңіз болады. Бірдей көлемде мыңжапырақ, яғни тысячелетник, түймедақ, ромашка, салаубас, бессмертник пен қайың бүршігін араластырып шыны ыдысқа салып қоясыз. Шөп қосындысының 2 ас қасығын 500 мг қайнаған суға салып бетін жауасыз. Шамамен 20 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып ішесіз. Татымы ұнамаса бір шай қасық бал қосуға болады. Емдік сусынды ұйқыға жатар алдында қабылдау керек. Bir шай қасық бедені, яғни клеверді 1 стакан қайнаған суға салып, ыдысымен ыстық суға салып қоясыз. 1 минуттан соң ыдыстың бетін жауып 40 минут тұндырып қоюға болады. Осы уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 десерт қасықпен ішесіз. Емді әр тамақтанудан алдын қабылдау керек. Күніне 3 рет 21 күн үзбей жүргізесіз. Осы емнен кейін қан қысымыңыз реттеліп, құлақтағы шуыл басылады. Адам ағзасында көптеген токсиндік заттар кездеседі. Өндірістің зияны, пайдасыз тағам, көліктен шығатын шаң тозаң, осының бәрі біздің ағзамыз кезігетін жағымсыз заттардың бір бөлігі. Одан бөлек тамақты қайта ысыту кезінде көптеген токсиндік заттар пайда болады. Ағзадағы тағы бір маңызды мүше бауыр да сусыз жұмыс істей алмайды. Ендеше су ағзаңызды қажетсіз заттардан, токсиндерден тазартады. Ағзамызды шлак токсиндерден тазартуда қырыққабаттың рөлі ерекше.
Себебі қырыққабат асқазан ішек жолдарын тазартуда, сонымен қатар ішекті тазартуда ең мықты көкөністің түрі болып табылады. Оның ағзаға берер пайдасы өте көп, себебі ол дәрумендер мен микроэлементтерге бай. Бірақ қырыққабаттың пайдалы қасиеттері мұнымен аяқталмайды. Ғылыми зерттеулерге сәйкес қырыққабат қатерлі ісіктен қорғауға қабілетті, яғни рактан. Қырыққабат жапырағының құрамында бауырдағы улы қосылыстарды бейтараптандыратын глюкозинологтар бар. Олар қатерлі жасушалардан қорғайды. Осылайша қырыққабат онкологиялық ауруларды және сүт безі қатерлі ісігін болдырмайды. Сүт безі қатерлі ісігімен қоса қырыққабат өкпенің, қуықтың, ішек пен басқа да дене мүшелеріндегі қатерлі ісіктің дамуына жол бермейді. Оның ісікке қарсы жан-жақты әсер етеді. Сонымен қатар қырыққабат тұтастай асқазан ішек жолына хеликобактер пилори бактерияларын басу қабілетінің арқасында қырыққабат асқазандағы жара мен қатерлі ісіктен де қорғай алады. Сонымен қатар ішекте өт қышқылдарын байланыстырып шығарып тастайды. Қырыққабат құрамындағы витаминдер мен антиоксиданттар бар. 100 грамм қырыққабатта К және С витаминдерінің күнделікті нормасы әйелдер үшін пайдалы мол фолий қышқылы және маңызды омега-3 қышқылдары кездеседі. Яғни қырыққабатты біз күнделікті тамақтануымызда жиі және күнде пайдаланып тұрғанымыз жөн. Сондай-ақ келесі бір өнім ол қызылша. Қызылшада йод өте көп. Сондай-ақ қызылша темірдің сіңуіне де әсер етеді. Ғалымдар қызылша шырынын қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек бұлшықеттерге ауа түсуін, яғни біздің организмімізге оттегі жеткізуші болып табылады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мл қызылша шырынын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Сондай-ақ қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап жылтырай түседі. Қызылша құрамында зат алмасуды жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға септігін тигізетін ерекше заттар бар. Бұл дегеніміз қызылша біздің ішегіміздің тазалануында да ерекше рөл атқарады. Тағы бір айтып кететін жақсы бір жарты қызылша, бір алма және бір сәбіз асына сельдерейді қосып, олардың бәрін блендерден өткізіп, күнде осы шырынды ішетін болсаңыз, бауырыңызды, асқазан ішек жолдарын, ішектегі токсиндерді арылта аласыз. Бұл ең оңай және қолжетімді рецепт болып табылады. Қадірменді YouTube көрермен, осы жерде айтылған ақпараттарды өздеріңізге пайдалы деп тапсаңыздар, жасап көрулеріңізге болады. Ақпарат пайдалы болса, қажеттіліктеріңізге жаратыңыздар. Аман сау болып тұрыңыздар, келесі кездескенше.